қоғамдық көлік бармайды екен, таксимен баратын жерге такси күтіп қазір сол жаққа қарай барады. Жалпы Таиландта тамақ деген проблема, шошқа етін тауып алмасаңыз шошқа етін деп салады. Менің енді сұрай салған дұрыс болды, деген шошқаның еті бар, басқа жерге таксида келе жатып Бангкок туралы қызықты ақпараттармен бөлісе кетейін. Қаланың атауы негізі Таиланд тілінде Бангкок емес, басқаша аталады. Бұл атау ең ұзын қала атауы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген екен. Сиам бұғазының жанында орналасқан 5 миллионнан астам халық тұрады, ал қасындағы райондарды қоссақ 11 миллионға шейін барады деп тұр. Қаланың басты өзені Чаупхрай деген өзен. Чаупхрай өзені қаланы ортасынан бөліп жатыр. Басты проблема бұл жақта ауаның ластануы өте көп. Смог өте көп. Одан кейін пробка және де халықтың тығыздығы өте жоғары. Бір шаршы шақырымға 3600 адам тығыздықпен тығыздықта. Негізінен Бангкок балық және күріш өнімдерін сыртқа экспорттаумен айналысады, және де туризм, экономика жағынан осылар. Және де енді бір қызығы елдің экономикасына біраз ақша алып келіп жатқан бұл наркотиктер екен. Бұл жақта контрабанда және марихуана өте қатты. Бір бизнестің бір түрі. Бангкок негізін қаланған жылдар 1700 жылдар екен, 18 ғасырда негізін қаланған. Жалпы болса Таиландтың ең ірі қаласы, ал Таиланд халқының саны 66 миллион екен. Бангкокқа жылына 15 миллиондай турист келеді екен. Бұл әлемдегі ірі Париж, Лондон сияқты қалалардың турист санымен пара-пар, жалпы соларға тақалып қалады. Таиландта халықтың 80% таиландтықтар, және де лаостықтар да бар екен. Одан бөлек жергілікті этникалық қытай топтары да бар. Таиландтар негізі тай тілінде сөйлейді. Конституциялық монархия, яғни бұл жақта король билігі бар. Король өзінің билігін баласына ары қарай семьямен кете береді. Монархия деген сол. Ұлттық валюталары бат. В принципе, осы. Қазір драконның храмына бара жатырмыз, сол жақтан тағы да контент саламын. Бұл өткен ғасырда салынған. Храм дракона деген жер. Таксимен келесіздер. Өткен ғасырдың 70-80 жылдары салынған екен. Ішінде лифт бар. Қазір көтеріліп көреміз. Лифт болмаса жаяу көтерілеміз. Аяқты шешіп кіру керек екен. Осылай сыртын дракон, жылан айналған ерекше бір стильдегі ғимарат. Салқын жер, туристер көп.
Қазақстанның туын іздеп көрейік, қазір бар ма екен, жоқ па екен. Жоқ сияқты. В общем, апам бизнес жасап алыпты мына жерге. 80 бат төлейсің, кіресің дейді. Негізі интернетте тегін деп жазылып тұр негізі. Буддистский храм. Еще лифт істемейді екен. Дальше көтерілеміз ана жаққа, жазып қойыпты. Пешком. Ана шуге болмайды, жаңға болмайды. Туннель сияқты екен мынау. Counter-Strike'та жүрген секілдісің. Киноға детский локация екен мынау, иә? Жалаң аяқ еще. Жақсы бір жағынан қылдырып жүрмейді. Апам пол жүрмейді. Маған шашақ қалдым кәдімдей. Бұлай көтерілген бір жаманы әлі көп базға білмейді екенсің. 7-ші Хейвен дейді. Хейвен деген аспан ба? 7-ші аспан дейді ма? Қабат болып жазбайды екен. Ал мұнда адамдар айтпады, шашақ отыр оларға. Шақ қалдым енді. Он қабатты сияқты, 9-а келдім. 15 қабатты ғимарат екен. Ең үстіне шықтық. Осындай ет. Ішінде мына өздерінің буддистский символикалары. Так, қазір ана жерге барамыз. Шықпады екенсің енді. Ол пальмалар, егістік алқаптары. Үстінде тағы бар екен, үстіне шайын. Бұндай вид, крышасы. Тағы ар жаққа да шығуға болады екен. Испания, Украинаның тулары тұр, не үшін тұр екен. Осындай вид, аштанды братымыз отыр. Бангкокта. Қаланың сырты бұл негізі. Примерно Қаскелең сияқты жері ғой. Драконның ең үстіне шығып алдым. Мынандай кісілер отыр, монахтар. Драконның басы ғой. Қорқынышты екен. Қазақстан туы жоқ. Нече. Бұл үшін Будда ғой. Буддистердің сыйынатын жері бар. Işte бір монах жүр. Міне Қазақстан тұр ғой, Қазақстан жәнем. Жәнем. Біздікі әдемі ғой. Өзбекстан тұр. Айтпақшы болар, пілдердің де елі болып саналады. Піл. Үшін Таиландтың негізгі символдарының бірі. Көшеден де пілдің біраз мүсіндерін, муралдарын көруге болады. Піл үшін Таиландта қатты бағаланады.
Енді Пхукет, Паттайяға барсаңыздар, пілді туризм элементі ретінде қолданады. Біз Бангкокта жүрген соң, бұл жерден піл көру қиын. Аулаға осындай жағдай жасап қойыпты. Драконның аузынан фонтан ағып тұрады. Басымдық береді осындай саябақ. Жалпы бір келетін жер. Қазір ар жақта тағы да бір объект бар екен, соған барып келем. Балық жүр ана жерде. Осындай музей, бүкіл жерде Будда мүсіндері, піл, корольдің суреттері, үшін өздерінің мәдениеттеріне қатты, діндеріне қатты кіріп кеткен екен базар жоқ. Маркетингтері мықты да бұлардың. Бізде де негізі болады да істеуге, Арыстан баб, мысалы, жерлер бар ғой. Маркетинг жоқ та, маркетингі слабый да олардың. Кәдімгі адам сендіріп тастаған да. Осындай үлкен кісілер отырады. Монахтардың вайбын береді да бұлар. Еще бізде инфраструктура жоқ. Туалет бәрін жасап қойғанда жақсы. Жолы, таксидің арзан тез келесің. Сондай. Бұлар үшін өздері ғимарат соғып, сол ғимаратқа смысл беріп, сол ғимаратты туристік объектке айналдырып тұр осында. Айтпаса негізі простой не ғой. Соған смыслдар салып тастаған да ішінен, бұл мынандай деген сияқты. Сол дін жолында қызмет етеміз. Короче, осындай бір японский ресторанға келдім. 12 000 теңге төлейсің барлығы. Сол 12 000 теңгенің ішіне кіреді деп тұр. Тағы да тамақ келатыр. Бәрін жеп тауыстық енді. Қазір көреміз шот қанша шығатын. Сағат 2-ден 6-ға шейін отырасың деген екен ғой, мағынасы сонда. Мен 3 болды сағат қазір. Бәрін жеп тауыстық, қазір көреміз шот қанша шығатын. Так, счет действительно 823-ке шықты. Где-то 12 000 теңге ғой. Сонда 823-ке бәрін аласың деп тұр ғой. 699-ға аласың дейді. Обслуживаниемен и налогпен 823-ке бақып қалады деп жазып қойған екен ғой. Енді түсініп адам ғой. Нормально, толып қалдым негізі. Так, кешкі қаланы аралап келе жатырмын. Байқағаным көп көліктер, бұл жақта объемдары кішкентай, кузовтары кішкентай көліктер. Арасында ғана осындай бір минивендер кездеседі, кроссоверлар арасында кездеседі, бірақ в основном седан, хэтчбек, универсал машиналар. Джип вообще так кездестірмедім негізі. Мүмкін басқа райондарда бар болар, бірақ осы жолдың бойында нормальный жол бұл. Әлі кездеспеді. Джип деп айта аламыз. В основном кішкентай объемды және көбісі мопедпен, мотоциклмен жүреді екен. Мынау да кроссовер, Осындай көшеде кір жуатын орындар өте көп. Үйлерінде кір жумайды. Скорее всего, жилплощадь кішкентай болғасын, көп орын болады ғой. И ыстық су тоже. Байқаған тоже ыстық су аз екен. Походу сол үшін ба осы неде жуу қиын сияқты.
қаланы қақ жарып ағып жатқан Чаупхарая өзенінің ортасынан осылай қаланы екі жаққа жалғап тұрған мост бар. Сол мосттың астында осындай қыдыратын, спортпен айналысатын жер бар екен. Осы жаққа келдім. Қазір набережкамен төмен қарай түсетін боламын. Red Bull'дың основателі Дитрих Матешвиц әлемді аралап түрлі компанияларда жұмыс істеген, өзі маркетолог болған. Сөйтіп Таиландқа келген кезде дәл осы сусынды кездестіреді. Бұл сусын бұл жақта танымал хит. Осыны ішсең энергияң көп болады деген сияқты ол жақта маркетинг әдістерін көреді. Сөйтіп ол осы қызыл бұқа деген мағынасын беретін Red Bull деген өзінің компаниясын ашады. Red Bull'ды Европаға алып келеді, Америка осылай әлемге дамытады. Білесіздер, Red Bull қазір үлкен әлемдік корпорация. Матешвиц 2022 жылы қайтыс болды, бірақ өзінің арманын орындады, жетістікке жетті. Яғни осындай бір саяхаттың нәтижесінде сіздің өміріңіз түбегейлі өзгеріп, жетістікке алып келетін идеяда тауып алсаңыз болады. Red Bull қазір Red Bull Зальцбург, Red Bull Лейпциг сияқты командалардың демеушісі, Формула 1-де үлкен компания, жалпы әлемде жақсы тараған. Оның негізгі идеясы осы қызыл бұқа деген таиландтық сусыннан шыққан. Онг Бак деген киноны көрген боласыздар. Тайский бокс, муай-тай. Дәл осы жерде Таиландта, Бангкоктың біраз бойлар өтеді екен. Чемпиондардың үйі дейді, мына жақта билет сатушылар. Лео дейді. Бұлар үшін тайский боксты жай ғана спорт емес, бұларға муай-тай. Бұлардың бір мәдениеті өздері сөйтіп жазып қойған. Муай-тай спорттан да биік. Бұл біздің мәдениетіміздің бір бөлігі деп. Муай-тай мен Қазақстанда айналысатындар да бар. Бұлар экспорттай алған бұл өнімдерін. Жалпы шоу элементтерін қосып, осылай туристер келіп жатыр. Бұл жақта шоу болады. Сонымен не бой болады.